Ассалаумағалейкум достар, Спорт Мастер каналына қош келдің. Менің атым Нұрфат. Бүгінгі видеода бойды қалай өсіреміз? Бойды 2 аптада өсіруге бола ма? Бойды қанша уақытта қандай жаттығу жасап өсіруге болады? Маған бой туралы көп сұрақтар қойылып жатады. Бүгінгі видеода мен сіздерге бой туралы көп сұрақтарға жауап беріп өтетін боламын. Видеоны соңынан көріңіздер, сіздерге пайдасын тигізеді. Достар, сіздерде маған қоятын сұрақтарыңыз болса, мен Instagram парақшама жазылып кетіңіздер. Сілтемесі описанияда болатын болады. Міндетті түрде описанияда тастап кететін боламын. Маған қоятын сұрақтарыңызды сол Instagram парақшаға дайректке жазып кетсеңіздер болады. Видеоны бастамас бұрын мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Біз 10 подписчикке аз қалдық. Міндетті түрде астында подписаться деген қызыл кнопка бар. Соны басып кетіңіздер. Және де лайк басып кетіңіздер. Ал біз видеомызды бастайық. Бірінші айтатын зат, бұл бойды қалай өсіреміз? Бойды өсіру негізі күрделі процесс. Бой өсіру үшін негізі сіздің өзіңіздің генетикаңызға байланысты. Яғни өзіңіздің ата-анаңыздың бойы қанша сантиметр болса, сіздің де бойыңыз сонша сантиметр болады деп айтып жатады. Негізі оған да байланысты, бірақ көп жағдайда жаттығулар мен тамақтануға байланысты. Яғни сіз әсерлі жаттығулар көп жасасаңыз, бойыңыз да соншалықты жақсы әсерлі болып өседі. Сосын достар, сіздер үйде бос жүргенде созылу, керілу, секіру жаттығуын жасап жүріңіздер. Яғни күнделікті бір 10-15 минут созылу жаттығуына уақыт бөлсеңіздер, бойыңыз өседі, міндетті түрде өседі. Яғни күнделікті үйде созылу, аяқты созу, белді созу, бойды созу деген сияқты жаттығулар жасап жүру қажет. Сосын сіздер бойыңызды өсірем десеңіз, ауыр салмақтарды көтермеуіңіз керек. Яғни ауыр дәуді вестерді көтермеуіңіз керек. Яғни сіз ауыр салмақтарды көтеріп жүре берсеңіз, сіздің бойыңыз отырып қалады, вообще өспейді. Сол үшін ауыр салмақтарды көтермеңіз. Сіз ауыр салмақтарды көтергенде омыртқаға көп нагрузка түседі. Ал бойдың өсуіне омыртқа 100% көмектеседі. Сол үшін ауыр салмақтарды көтермеген жөн. Достар, біздің екінші айтатын зат, бойды 2 аптада өсіруге бола ма? Әрине, бойды 2 аптада өсіруге болады. Егер сіздің жаттығуыңыз әсері мықты болса, және тамақтану режимі дұрыс болса. Мен бойымды 2 аптада өсірдім. Яғни мен 2 апта бұрын бойымды өлшедім, бірде 70 сантиметр болдым. Одан кейін 2 апта тоқтамай жаттығулар қайталадым, яғни күніне 2 рет, 3 рет жаттығуларым қайталадым өзімнің бой өсіретін. Сосын 2 аптадан соң өлшедім. Бойым бірде 75 сантиметр болды. Яғни 2 аптада мен 4-5 сантиметр бой қостым. Бұны қалай дейсіздер ғой? Мен алдыңғы каналымда шыққан бойды 2 аптада өсіру деген видеома кіріңіздер. Сосын сол жаттығуларды күніне 2 рет қайталаңыздар. Күніне 2 рет, барынша 3 рет қайталай беріңіздер. Яғни таңертең, түсте, кешке. Күніне 3 рет қайталаңыздар. Сосын 2 аптадан соң бойыңыздың өскенін байқайтын боласыз. Бірақ тамақтану режимінде де қараған дұрыс. Яғни сол жаттығудың алдында банан, киви, апельсин сондай пайдалы жемістерді жеуіңіз керек. Яғни бойды өсіретін ішінде А витамині бар, Б витамині бар жемістерді жеп жүріңіз керек. Сіздер маған айтатын шығарсыздар қазір комментарийда. Бойды өсіру мүмкін емес, 2 аптада өсіру мүмкін емес, өтірік деп. Достар, бәрі де мүмкін. Тек қана мен алдыңғы шығарған видеома кіріп, 2 аптада бой өсіру деген видеома кіріп, сол жаттығуды күніне 3 рет қайталаңыздар. Және пайдасын көретін боласыздар. 2 аптада пайдасын көретін боласыздар. Бірақ тамақтану режимінде дұрыстау керек. Сосын достар, сіздің жасыңыз 25 жасқа толмаса, осы жаттығуды қайталаңыздар. Мен 2 аптада бой өсіру деген жаттығуды қайталаңыздар. Сіздерге пайдасы тиюі мүмкін. Ал егер жасың 25 жастан асып кетсе, онда бой өспеуі мүмкін. Или асықпай, или аз өсуі мүмкін. Мен білмеймін, бәрі мүмкін. Может қайталап көріңіздер. Жасыңыз 25 жасқа дейін қайталауға болады. 25 жастан асып кетсе, онда бой өсу процесі әлсірей бастайды. Яғни бойыңыз бір қалыпта қалып қалады. Ал мен осы жаттығуларым қайталап, күнделікті қайталап жүрсеңіздер, жасыңыз 25 жасқа толмаса, онда бойыңыз міндетті түрде өседі. Тек қана өзіңізге сеніңіздер, және бұл жаттығуларды қайталаңыздар. Достар, менің үшінші айтатын кеңесім, бұл далада созылу жаттығуларын жасау. Далада созылу жаттығуларын жасау деген, далада аулада турник бар. Егер сізде скакака болса, далаға шығып турник бар ғой, белтемір. Соған турникті ұстайсыз қолыңызбен, және тербелесіз. Бұл сіздің омыртқаңыздың созылуына және беліңіздің, аяғыңыздың созылуына жақсы пайдасын тигізеді. Яғни толығырақ айтқанда бойыңыз өседі. Сосын турникте бір қолмен ілініп тұрамыз. Яғни турникке бір қолмен ілініп тұрамыз. Одан келесі ол, солай кезек-кезек 30-40 секунд ілініп тұрамыз. Одан кейін скакаға секіру. Бұлар сіздің бойыңыздың өсуіне жақсы пайдасын тигізеді. Далада, аулада жасап отырсаңыздар болады күнделікті. Яғни күнделікті бір мезгіл, 2 мезгіл істеңіздер. Ал уақытыңыз жоқ болса, аптасына 4-5 рет жасап отырсаңыздар болады.
Бір аулада, дворда турник бар деген ойдамын. Сол турникке аласыздар. Екі қолмен ілінесіздер, бір қолмен ілінесіздер, және тербелесіздер. Мына фотолар шығады. Бұл сіздің бойыңыздың өсуіне жақсы пайдасын тигізеді. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Бұл видео сіздерге пайдасын тигізді деген ойдамын. Пайдасын тигізсе мен каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Маған қоятын сұрақтарыңыз болса, менің Instagram парақшама өтіп, сояқта сұрақтарыңыз қойып кетсеңіздер болады. Instagram парақшамның сілтемесі описаниеде болатын болады. Бүгінгі видеода мен сіздерге айтқан 3 топ кеңесті ұғыңыздар. Бұл кеңестер сіздер қайталасаңыздар, бойларыңыз өседі. Ешкімнің айтқан сөзіне сенбеңіздер, бой 2 аптада өседі. Менің 2 аптада бой өсіру деген видеома өтіңіздер. Мына жерде тұрады, өтіңіздер, сол жаттарды күнделікті қайталаңыздар. Күніне 2 мезгіл, 3 мезгіл қайталаңыздар. 2 аптаның ішінде бойыңыздың өскенін байқайтын боласыздар. 4-5 сантиметр бой өсетін болады, менікіндей. Видеоны olsa kanalıma тіркеліп кет, лайк басып кет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.